Бүгін 21 наурыз 2026 жыл. Мен шетпенің ар жағынан бері келе жаттымда, мына көшелерін білмеймін, мынау центр, мына светофорды бүйтіп өтіп келе жатқан кезде, мына жерде полициялар мені былай қарай бұрып жіберді қолмен. Оңға қарай бұрыл деп, мынау шетпен бүйтіп шығып кететін жолы. Оңға қарай бұрып жіберді да, мені мына жаққа бұрып жіберді. Мен негізі мына жаққа бұрылуым керек емес, мен картамен келе жатқан адам. Үйге қарай былай кетуім керек еді да. Сонымен мен мына жаққа бұрып жіберді, артымнан қуып келді да, қазір штраф жазып берді маған. Сен неге былай кіресің? Мен саған кір деп айтқан жоқпын деп. Так басқа полиция мені бұрып жіберді. Мына жерде полициялар жиналып тұр екен, міне. Осы жерде қатарынан тұрған, соның біреуі мен мына светофорды бүйтіп өтіп келе жатқан кезде, мына жаққа бұрып жіберді. Мынау шетпе қаласы ма, ауылы ма сондай. Сонымен мен мына жаққа бұрылып кеттім. Мынеде знак запрещен дейді маған. Бірақ өздері бұрды осы жерге. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде запрещенный знак көріп тұрсыздар ма? Міне знагы. Мен осы көшеге қарай бұрылып кеттім. Бұрып жіберген. Неде мен запрещенный знак көріп тұрған жоқпын. 21 наурыз 2026 жыл. Шетпе қаласы. Штраф жазып берді 41 бәле мың теңге. Мен ана машинамен келе жаттым, грузовоймен. Міне. Мынау знактарының түрі міне. Бүгін 21 наурыз 2026. Маңғыстау ауданы бойынша Шетпе ауылында жүрміз. Бар? Сіздерге ренжімеңіздер, полицияға барып келдім, прокуратураға барып келдім. Не жоқ. Енді мен просто маған бір видео керек. Сіздерге жалып жасайын деп тұрған жоқпын. Анердегі знақты маған айтып жіберсеңіздер болды. Видеоға да. Бір полиция керек маған. Жүріңіздер, ана знак тұр ғой. Жауап береді. Мына жақта адамдар келіп тұр. Жауап береді. Аха. Бір полиция шығыңыздар, брат, шықшы. Өтініш. Мен сізге ешқандай нем жоқ. Халыққа көмектесіңдер, қиналған. Иә, мен жолда жүрген адаммын, бауырымда. Маған наоборот сіздер көмектесулеріңіз керек. Дұрыс па? Аты жөніңіз кім? Есім Жанаділ. Жанаділ, иә? Иә. Фамилияңыз? Фамилиям Жанғожин, полиция аға лейтенант, айта беріңіз. Аха, болды. Жүріңізші, өтініш. Сізге ана жерге... Дәл қазір осы емес, мен мына жерде жол жауып тұр. Иә, 1 минутқа еді да. Мынау бізде қараңыздар, бүгін 21-і, дұрыс қой, иә? Наурыз 2026 жыл. Мынау ар жақтан, Таушық жақтан келеді, Шетпенің жолы, орталық көшесінің атын жөнін айтпады, білмеймін. И осы жолмен былай запрещенный емес, былай қарай тік кетсе болады. Маңғыстаудың главный жолына шықса болады, Бейнеуге кететін. Осы жолмен барып, оңға қарай бүйтіп шығып кететін жол. Мына жол запрещенный емес, запрещенка жоқ. Осы жерде бағана мына жерде полициялар жиналып тұрды. Мен ар жақтан бері қарай келе жатыр едім. Қолымен былай бұлғап, ана көшеге мені бұрып жіберді. Жарайды, мен келісіп тұрмын. Түсінбей қалдым, может тоқтатты, может бұрып жіберді. Мені бұрып жіберді ана көшеге қарай. Мен ана көшеге кетіп едім, артынан полиция жетіп келді да, незаконно бастық айтты деп штраф жазып берді. Енді ана көшеде бізде знак тұр. Грузовой запрещен деп айтып тұр маған. Сол знакты көру керек бізге. Жүріңіз, бір адам. Бауырым, сен полициясың ғой. Болмаса сіз. Мына просто видео. Сіз полициясыз ба? Қандай не сұрап? Маған бір полиция керек. Ана знақты маған айтып беру керек. Қандай знак екен? Ана тұр, ана знак. Ары қарай кететін знак тұр, ана знак. Дұрыс па? Ана аттағы. Міне аттағы знак тұр ғой, светофордың. Міне знак көрдіңіз ба? Сол знақты маған айтып беру керек, қандай знак екені. Болды, басқа әңгіме жоқ, мен кеттім. Тұран тұр. Басын жетіге. Я, менікі чисто көмек ретінде ғана болды, бауыр, мен ешқандай нем жоқ, сөзім жоқ. Так, мен видеоны паузаға қоя тұрам, бір кісіні шақырды. Полицияны шақырдыңыз ғой, ГАИ ма, инспекторы? Так, мына жерде бүгін наурыз болған екен, мереке соған. Мереке шараларына мерде полициялар жиналып тұрған. Пожарный, скорый помощь бәрі келген.
Так, маған ана знак керек болып тұр. Мені сол знакқа қарай бұрып жіберді да. Сен незаконно сол жерге кірдің деп, енді как незаконно ана запрещающий знакқа кірдің деп, маған штраф жазып тұр. Сол үшін ана знакты біз анықтауымыз керек, қандай знак екені. Видео түсіріп беріңіз. Аха. Қандай знак мен айтып келейін. Болды, мен қазір ана знакқа барам. Бүгін 21-і тағы да паузаға қойғам. Так, я, немен светоформен барам ғой. Так. Так, ана знакты қазір көрсетеміз, қандай знак екені. Бүгін 21-і наурыз 2026 жыл. Светофор жасыл жанды өтіп жатырмыз. Так. Міне мені осы көшеге бұрып жіберді да, осы көшеден штраф жазып берді маған. Сол үшін мына знакты мен видеоға түсіріп жатырмын. Ертең маған доказательство болу үшін. Так, міне жігіттер, мына көшеге бұрылып келген кезде, Шетпе ауылы мынау Маңғыстау ауданы бойынша. Бұрылып келген кезде мына знак тұр. Грузовой запрещен дейді. Грузовой запрещенді көріп тұрсыздар ма? Міне знак. Артында ешқандай нелері жоқ, госстандарттары жоқ. Мына грузовой запрещен дейді. Енді осыны қазір полициядан сұраймыз. Так, видеоны өшірмей, қайтадан түсіріп жатырмын. Міне Маңғыстау ауданының полициялар тұр. Мен знакты түсіріп келдім, полиция. Так, айтып жіберіңізші, қандай знак анау? 3-4 жол белгілерінің талаптарын істеу, 3-4 дейтін белгі жүк көліктеріне жүруге тыйым салынады дейтін. Аха. Сондай знак. Жарайды. Енді мен түсіндім. Енді айтып жіберіңізші, мына знак жарайды, сіз көрмеген шығарсыз. Мен неге бұл видеоны түсірдім да? Ана өшіп қалған знак негізі да. Артында ешқандай госстандарттар жоқ. Ана сертификация бірдеңе жабыстырады ғой, жоқ. Қазір учаскелік полиция инспекторының көмекшісі есім Жанадылот. Ол бойынша бізде мекемелер бар. Соған барып арыздарын жазасыз, осындай деп. Түсінікті. Қаншалықты заңды мен осы знакқа кіріп ары қарай өткенге заңды ма маған штраф салған? Бүгін 21 наурыз күні мына жерде бағана қанша сағат кешкі 5-терге таман маған мені себебі мына жерде полициялар жиналып тұрған. Мен анақтан келатқанды көрді да, мына жақтан біреу жүгіріп шықты да, қолмен бұлғап, ана жаққа қарай бұрып жіберді мені. Мен картамен келатқанмын, мен ана көшеге никак кіре алмаймын мен негізі да. Видеофиксация жоқ, сол именно мен өшіп қалып, мен сол үшін қазір кеп түсіріп жатырмын да осы видеофиксацияны. Видеофиксация жоқ та? Жоқ, иә. Мен ана жаққа бұрып жіберді. Жоқ, ол ештеңе етпейді, жарайды, бұрып жіберді. Жарайды, мен кірдім делік, даже кірдім делік. Кірсем де ана знакта мысалы ешқандай не жоқ. Сіз айтқан бағанағы госстандартқа сай емес. Иә, мен соны айтып тұрмын. Сол бойынша енді мен сізге айтайын. Сол бойынша сіздер өзінің заңды өкілдері бар, прокуратура бар. Дұрыс, мен сізге ешқандай претензиям жоқ. Просто маған полиция керек болды да, ертең мен мынаны өзімнен өзім түсіріп алсам, мына знакты, ол айтуы мүмкін мысалы, сен фотошоп жасадың, видеоны бірдеңе монтаж жасадың деуі мүмкін да. Сол үшін мен видеоны үзбей барып түсіріп, сізге қайтып кеп, сізбен сұхбат алып тұрмын да, қаншалықты заңды маған штраф да. Мен негізі бірақ былай келе жатыр едім, мына көшемен былай Шетпеден шығып кетіп, ана Жармыш ауылына қарай кетуім керек еді негізі да. А мені мына жаққа қарай бұрып жіберді. Мен картамен келатқан адамын, бұл жақта ешқандай жұмысым жоқ. Білмеймін неге бұрып жіберді, и артымнан полиция жіберіп, еще штраф жазып берді. Сол болды онда. Рахмет сізге көп-көп. Аға Жанаділ. Рахмет. Бүгін 21-і 2026 жыл Наурыз мейрамы болып жатыр. Міне прокуратураға кеп тұрмыз.
прокуратура жоқ орнында. Так, қазір мен көрсетем. Міне, прокуратураға келіп тұрмыз. Шетпе ауылының прокуратурасы, Маңғыстау ауданы бойынша. Міне, прокуратураға келіп тұрмыз. Так, светтердің бәрі жанып тұр. Ешкім жоқ. Міне. Так, Маңғыстау ауданы прокуратуралары. Міне, келіп тұрмыз. Ешкім жоқ. Мен тақылдатып жатырым. Так, ешкім жоқ. Біраз тұр мен бұл жерде тоқылдатып. Так, мына жерде домофон бар екен. Домофонында басып жатырым. Ашпайды ешкім. Тұрғаныма жарты сағат болды. Маңғыстау прокуратурасы Шетпе ауылы бойынша жұмыс жасамайды. Вообще, дежурный прокурор жоқ. Менің жалобам бар еді сотрудниктерге, Маңғыстау полициясына. Міне, ашпайды.